Сәлеметсіздер ме? Менің атым Арайлым, және бүгін студияда қонақта менің оқушым Амина бар. Біз бүгін сенің сыныптастарың туралы сөйлесейік. Сенің сыныбыңда неше оқушы бар? Сәлеметсіз бе, Арайлым апай? Менің сыныбымда 25 оқушы бар. Күшті, барлығы қазақ па? Жоқ, бәрі қазақ емес. Сыныбымда әртүрлі ұлт өкілдері оқиды. Мысалы, кім айтып берші? Қандай ұлт өкілдері бар? Менің бірінші сыныптасым қазақ емес, орыс. Оның аты Карина. Карина қазақша сөйлей ме? Иә, кішкене сөйлей алады. Ол қазақ тілін үйреніп жүр. Жақсы екен. Ал тағы кім бар? Тағы қандай сыныптастарың бар? Менің екінші сыныптасым Мадина. Бірақ ол жартылай қазақ емес. Бірақ ол қазақ тілін жақсы көреді және қазақша жақсы сөйлей алады. Ол өзін толық қазақпын айтады. Менің ойымша бұл дұрыс. Бәріміз Қазақстанды жақсы көреміз және бәріміз қазақпыз. Иә, келісемін, сенікі дұрыс. Әр адам өз отанын жақсы көреді және ана тілін үйренгісі келеді. Бұл міндет емес, себебі бұл отанға, адамдарға, қоғамға деген құрмет. Ал Амина, өзің қазақ тілін неге үйреніп жүрсің? Қазақ тілі менің ана тілім. Мен оны үйренгім келеді, себебі маған қазақ тілі ұнайды. Керемет, демек сен қазақша еркін сөйлей аласың ба? Иә, дұрыс. Қазақша, орысша және ағылшынша сөйлей аламын. Ал Амина, сен қазақсың ба? Иә, мен қазақпын және қазақ тілінде еркін сөйлей аламын. Ол өте жақсы. Сенің сыныбыңда бәрі бір тілде сөйлейді ме? Жоқ, бәрі бір тілде сөйлемейді. Кейбіреуі қазақша, кейбіреуі орысша сөйлейді. Достарыңмен қазақша сөйлескенді ұнатасың ба? Иә, ұнатамын. Себебі мен қазақ тілін жақсырақ үйренгім келеді. Көп адаммен қазақша сөйлесу бұл жақсы практика береді. Тамаша жауап. Рахмет саған, сенің ойларың маған ұнады. Подкастқа шақырғаныңызға сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, келесі подкастқа дейін.